Құрметті жерлестер, 2021 жылы бүкіл Қазақстан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығын, Әлихан Бөкейхановтың 105 жылдығын, Қажымқан Мұнайтпасовтың 150 жылдығын, тағы басқа да айтулы күндерді атап өтейік деп жатқанда, өз заманының озық ойлы азаматы болып, Сәкен Сейфуллин мен Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиндермен сырлас болған біртуар халық ақыны Шәкір Әбенов те 120 жасқа толып жатыр. Жанақ, Сабырбай, Түбек, Дулат, Байкөкше ақындардың әдеби мұраларын алғаш қағаз бетіне түсіріп, Қазақстан ғылыми зерттеу орталығына тапсырған 1940 жылдары Жамбыл Жабаевтың әдеби хатшысы болған, Ұлы Отан соғысына қатысып, ауыр жарақат алған, елге келіп, саяси қуғынға ұшыраған халық ақыны қандай басына қиындық түссе де, қолынан қаламы мен қағазын тастамаған. Шәкір Әбеновтің тарихи танымдық тақырыптарды қозғаған Кейпін Батыр, Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Таншебер Жапал, Ортақ Арал, Қорқыт Қобызы, Пәрмен, Алданған қыз, Патша мен байғыз, Ана махаббаты, Тоқтамыс батыр атты поэмалар мен дастандары қазақ әдебиетіне енген алтын жауһарлардың бірі және бірегейі. 1991 жылы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа ұлттық дәстүрде салтанатты жағдайда халық атынан ақ бата бергені бәріміздің есімізде. Халық ақыны Шәкір Әбеновтің шығармаларын жас ұрпақтың санасына сіңіріп, насихаттау мақсатында Құндыз ауылдық округінің әкімшілігі мен мекеме басшылары дайындаған челленджді Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының барлық ауылдық округтеріне жолдаймыз.